Қайырлы күн, сіздермен кабачкиден жасалған оладьидің рецебімен бөлісемін. Оладьи дәмі ерекше, тәбетіңізді ашады, тез дайындалады. Алдымен кабачкидің сыртын жуып, аршып, тазартып аламыз. Тазартылған кабачкиді үккіштен өткіземіз. Үстіне жұмыртқа, дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Енді ұн салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Дайын болған қоспаны қызып тұрған майға қасықпен салып, екі жағын қызартып пісіреміз. Майонезге үккіштен өткізілген чеснокты салып араластырамыз. Помидорды жуып, жіңішкелеп тураймыз. Дайын болған оладьиге майонез бен чеснокты жұқалап жағамыз. Оның үстіне туралған помидорды бір-бірлеп қоямыз. Міне оладьи дайын болды. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.